Ассаламу алейкум, ардақты мұсылмандар. Кезекті жұмысымыз шарбақ дарбазасы, вороты, яғни роликпен қозғалатын түрі. Жылжымалы вороты, 4 лист, профильді труба 5 штук, 40-40 мм. Қалыңдығы 1,5 мм, және де калиткісі өзінде болады. Воротының оған 20-40 профильді труба. Мұндай материалдарды алдын ала кесіп дайындап қойдық, өзіміз керекті размерлерді. Енді осыны диагональдап приходтаймыз. 4 метрге 2 метр, бойы 2 метр, бұлай ұзындығы 4 метр. Соң құрастыру жүйесін қысқаша түсіндіріп өтеміз, иншалла. Воротының рамкасы құрастырылды. Ұзындығы 4 метр 5 сантиметр, және де биіктігі 1,96. Және де онан мындай үш жағынан приход қойып қоямыз. Әуелі диагональ жарып приходқа ұстатып қоямыз. Сосын араларындағы перегородка профильдерін қоямыз. Риск сворклеп істейтін болсақ, но профиліміз жұқа, сондықтан кішкене бетіп майысып кетеді. Сондықтан да ішіндегі профильдерін оларды приходта ұстатамыз, сосын түгел айналдырып сворклейміз. Рамка қисық шықпас үшін сондай бір тәсіл қолданамыз. Енді араларын қоямыз, сосын есіктің топсасын қоямыз. Сондай жұмыстар бар алды. Араларында перегородкілерін қойдық. Листерді бір-біріне жалғап тұратын, оларда сол 40-40 профиль, және де өткендей калиткісі воротының өзінде бар, оның да рамкасын құрастырып дайындап қойдық, топсасын қойып. Енді роликтерін қойып, листерін жапсырамыз. Ысырылмалы ворота. Воротының жұмыстарын жасап жатырмыз. Листерін жапсырдық, өзіне листерін бекіттік, және де роликтерін қойдық. Роликтері мынандай кейде дәнекерленді. Роликтер съемный, яғни болткайкамен шешіп оңай ауыстырылатын түрі бар. Листерді жерде жатқан жерінде приходта алдық. Әр листі өз орнына қойып, ішкі профильге жатқан күйінде приходқа ұстаттық. Сосын листерді толық приходтау үшін орнынан тұрғызып, тіреулер беріп, рагаш арқылы қысып листі дәнекерледік. Бұндай рагаш осымен қысып, листің ішкі бетін приходқа ұстаттық. Сөйтіп, толық листерді осындай жүйемен бекіттік. Енді замогын қоямыз. Замогының орнында алдын ала кесіп дайындап қойдық. Замогын қоямыз, ілгіштерін қоямыз. Және де астында ролик қозғалатын тұрбасын көрсетеміз, иншалла. Осындай ворота жасап жатырмыз. Воротның замок ілгіштерін қойдық. Замогы, және де іші сыртынан ілетін ілгіш, ішінен іліп алатын ілгіш.
ілгешті ойып, сондай іштен сырттан ілетін ілгіш.